Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін ноқат қосылған сорпа дайындаймыз. Өте дәмді, пайдалы, сонымен қатар тойымды болып шығады. Алдымен ыдысымызға дақылымызды салып, үстіне су құйып, бір күн бұрын жібітіп қоямыз. Бұл дақыл өте қатты болғандықтан, оны алдын ала жібітіп қойған дұрыс. Бір күннен кейін оның көлемі ұлғайып, жұмсақ болып, тез болып пісуіне көмектеседі. Ыдысымызға майымызды құйып, етімізді қуырып аламыз. Қалауыңызша қайнатпа етіп жасауға да болады. Барлық құрамын описание бөлімінде қалдырамын. Енді етіміздің үстіне пиязымызды және кезекпен кезек басқа көкөністерімізді қосып қуырып аламыз. Мен тәтті бұрыш қостым және помидор да қостым. Егерде тәтті бұрыш немесе помидор болмаса, жай ғана томат пастасын қосып дайындай беруге болады. Отбасындағы адам санына байланысты азайтып немесе көбейтіп жасай беруге болады. Сәбізімізді, картопымызды осылай 4 бұрыштап турап, барлығын қуырып аламыз. Өз қалауларыңызша үстіне лавр жапырағын қосуға немесе басқа да өздеріңіз ұнататын дәмдеуіштерді қосуға болады. Мен жай ғана тұз және томат пастасын салдым. Енді үстіне су құямыз. Мен 3 литрдей су құйдым. Енді жібіген ноқатымызды сорпамызға салып, отымызды баяулатып, 2 сағат көлемінде қайнатамыз. Арасында осылай көбік шыққан кезде көбігін алып тұруды ұмытпаңыздар. Әбден қайнағаннан кейін сорпа қоюланып, өте әдемі болып шығады, суы да азаяды. Қалауларыңызша үстіне өздеріңіз ұнататын ас көкті және чеснокты қосуға болады. Видео рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Өте дәмді және пайдалы сорпамыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын.